Ассалаумағалейкум көрермен. Сіз «Игра в кальмараны» көрдіңіз бе? Бұл сериал тек ойын туралы ғана емес, оның артында біз ойламаған сұмдық шындықтар жатыр. «Игра в кальмара» сценарийі ойдан шығарылмаған. Оның негізінде Кореядағы шынайы оқиғалар жатыр. Сериал авторы Хван Дон Хёк 2008 жылы қаржылық дағдарыс кезінде үлкен қиындыққа тап болып кредит алып күнін көрген. Кореядағы кедейлер мен байлардың арасындағы теңсіздік оны осындай сұмдық сюжет жасауға итермелеген. Сериалдағы басты кейіпкер Сон Ги Хунның номері 456. Бұл жай ғана сан емес, 4 саны Корея мәдениетіндегі өлімді білдіреді. Ал 56 саны өмір сүру үшін күресті меңзейді. Яғни оның тағдыры басынан ақ белгіленген. Сіз ойдан шығарылған дүние деп ойладыңыз ба? Өкінішке қарай, шынайы өмірде бұған ұқсас жағдайлар болған. Darknet сайтында кейбір ауқатты адамдар кедейлерді құпия ойындарға қатыстыруы мүмкін деген теория бар. Ойындарға қатысушылар ақша үшін өмірін қатерге тігеді. Кейбіреулер бұл жай ғана миф дейді. Бірақ шын мәнінде жыл сайын мыңдаған адамдар із-түзсіз жоғалып кетеді. Бұл сериал тек көрермендерді ғана емес, оны жасаушыларды да қатты әсерге түсірді. Режиссер Хван Дон Хёк түсірілім кезінде қатты қиналды. Ол тіпті тістерін емдетуге ақшасы болмағанын мойындады. Ал басты актер Ли Джон Дже бірнеше жыл бойы қарызға батып кино индустриясында қиындықтарға тап болды.